Бисмилля, ассаламу алейкум. Мынау үйдің артындағы осы шарбақпен қосылған талдың арасындағы кішкентай жер, бір 22 квадрат шығады. Осы жерге әкеміз жоңышқа егеміз деген кезде жоңышқа ектірмей шылаушын бағамыз дегенбіз, сол шылаушын бағып жатырмыз қазір. Сол қыстан бері жинаған көңіміз бар ғой, бұрын сіздерге видео жіберетін едім ғой мен. Сол жерде табиғи ферментациядан өткен, қап-қара өткен көңді осы жерге қаппен алып келеміз, қаптың ішіне жуамыз прямо. Ана қаптың іздері тұр, мына жерде қарап тұрсаңыздар міне. Осы қаптың іздері. Қаптыға жуамыз да, осылай береміз мынаған. Бетінен беріп шығып жатырмыз. Қазіргі таңда бір 20-30 сантиметр бар. Мынау осындай биік болып тұратын тұғын ше. Кәдімгі шылаушын жегеннен кейін шөгеді мынау ше. Енді мына жерлер алғашқы берген жерлеріміз жай қарай кетіп жатыр. Енді алғашқы берген жеріміз уже бүйегімізге айналып болған ше. Қарап тұрсаңыздар міне. Енді шылаушын саны жақсы, өте керемет. Мына жерде бар ғой. Қарасаңыздар, уже мына жерде азып баратыр ше. Шылаушындар ше. Азып баратыр, саны жетеді, енді мыңдаған саны. Шылаушын саны көп. Сатылымға дайынды, бірақ бүйегіміз бағытында жұмыс істеп жатыр. Осы жерлер мысалға ірі көңдер тұғын осы жер. 3 апта бар осы жер. Ірі көңді. Дым қалдырмай жеп қойып жатыр мына жерде. Осындай түйіншек көңдер тұғын ғой. Мына жерді қарасаңыздар кәдімгі. Міне. Көрдіңіздер ме? Тығыздығын. Бүйегіміз бақты деген осы. Құрметті ағайындар. Біздің шылаушының саны осындай көпке жетсе, осы автоматически бүйегіміз бақытына өтеді. Яғни бұлар көбеймейді, только осылай берген асыңды жеп жата береді. Жаңа несін берген көңді жеп жата береді. Мына қап-қара уже бүйегіміз айналдырып жатыр. Бірақ енді саны деген сұмдықтан да жерде. Көрдіңіздер ме? Осылай бауырлар. Біз үнемі айтып жүрген шылаушын бизнесінде бүйегіміз бағыты бар, және шылаушын көбейту бағыты бар деп айтқанымыз осы міне. Қараңызшы. Не деген шылаушын мына жерде. Сіздерге ютубқа шықпағалы біраз болды. Қазір осы видеоны монтаждамай шығарып жіберем. Көріңіздер, тамашалаңыздар. Жеп баратыр уже. Арықтап кеткен, өйткені уже астары азайып жатыр. Яғни тамақтар азайып жатыр. Енді мынаның бетінен тағыла береміз. 5 сантиметр, 10 сантиметр. Сөйтіп үстінен беріп кете береміз, асты бүйегіміз сола береді. Ертең жеп бітті, нормально болды деген кезде бүйегімізді елеп аламыз, бүйегімізді сата беретін боламыз. Бүйегіміз бақты деген осы. Каналымызға лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Осы бизнеске қызық жүрген бауырларға таратыңыздар. Баршаңызға Алла разы болсын.